Боранның басылатын түрі жоқ. Қараңғыда көліктің жарығы тек дөңгелектер астындағы қарлы жолдың аз бөлігіне ғана түсіп тұрды. Жолдың екі жағында ағаштары тығыз өскен орман болды. Бірақ көп ұзамай ол да артта қалды. Ашық жерде жел одан сайын күшейе түсті. Біреу әдейілеп көліктің алдыңғы терезесіне қарды уыстап лақтырып, бір кезде тоқтап, қайта күш жинап алып лақтырып жатқандай болды. Қали көлікті тоқтатты, бірақ қозғалтқышын сөндірмеді. Қарғыс атқыр. Дым көрінбейді. Жол да тарылып бара жатыр. Біз көп жүрдік, ендігі қала көрінуі керек еді. Бәлкім біз басқа жерден бұрылып кеткен шығармыз. Қали телефонын шайқады. Ал енді жетпегені осы еді. Оның қуаты таусылды. Енді не істейміз? Карима үрейленіп күйеуіне қарады. Мүмкін бұрылып артқа қайтармыз. Жол тым тар, оның үстіне қар басып қалған. Кептеліп қалуымыз мүмкін. Егер алда жол болса, онда ол бізді міндетті түрде бір жерге апарады. Боранның басылғанын күту керек. Қали сенімді әрі сабырлы сөйлеуге тырысты. Терезе әйнегінің сырт жағына ақ ұлпа қарлар жабысып қалды. Қара. Карима алдыңғы әйнекке қарап алға қарай еңкейді. Әне, анау жақта жарық жанып тұрған сияқты. Ал енді көрінбей кетті. Оның көңілі қалды. Әне тағы жанып тұр, көрдің бе? Ол да жауған қардан бір нәрсені көруге тырысып көзін қысыңқырап қарады. Бір сәтке жарық нүктесі жыпылықтап қайта жоғалып кетті. Қали бас киімін көзіне дейін түсіріп, күртесінің алдын түймелеп, Тойота көлігінің есігін ашты. Сен қайда барасың? Деп сұрады Карима мазасызданып, бірақ ол оған жауап бермеді. Көп ұзамай Қали қайта көлікке отырды. Иә, шынымен де жарық жанып тұр. Бірақ қаншалықты алыс екені белгісіз. Тұрғын үй немесе ауыл болуы мүмкін, бірақ қалай емес. Жаяу жету мүмкін емес, ақырындап көлікпен жүруге тырысайық. Олар баяу алға қарай жүрді. Оппа қарға бірнеше рет кептеліп қала жаздады, бірақ жол талғамайтын көлік болған соң оны еңсере алды. Жаңа алыстан жыпылықтап көрінген жарық қарлы боранның ортасына шыққан үйлердің бірінің жарқыраған терезесіне айналды. Көлік үйдің қоршауына келіп тірелді. Болды, біз жеттік. Қали көлігінің қозғалтқышын өшірді. Кариманың көліктен шыққаны сол еді, бірден қатты соққан жел оның бас киімін ұшырып әкете жаздады. Қали бірдеңе айтты, бірақ ол оның айтқанын қатты гүлдеп соққан желден естімеді. Содан кейін күйеуі оның жанына жақындап қолынан ұстап алды, олар үйдің қиғаш қоршау бойымен жүрді. Терезедегі жарық оларды елітіп барады. Жастардың ойына бұл үйден олардың басына қауіп төнуі мүмкін екені кіріп те шықпады. Жел қатты соғып күн суық болған соң, олар тезірек үйге кіріп, жылынғылары келді. Олар үйдің қоршауындағы есіктен емес, бір саңылауынан кірді. Қали есікті қатты қағып, содан соң құлағын тосып, іште біреу бар ма деп тыңдады. Кім бұл? Деген жақын жерден дауыс шықты, содан кейін Қали кішкене есіктен алысырақ тұрды. Бізді ішке кіргізіңізші. Біз адасып қалдық деп ол желден дауысы естілмей қалуы мүмкін деп ойлап қаттырақ айқайлады. Бір сәт ештеңе болмай, тынышталып қалды. Содан кейін есіктің құлпы сықырлап, есік сәл ашылды. Жарық түсіп тұрған жерден Қали ешкімді көрмеді. Сәлден соң есік айқара ашылды, бір кезде есіктің ар жағынан аласа бойлы қарияның бейнесі көрінді. Ол үнсіз Қалиға қарады. Карима оның артында күртешесіне жабысып тұрды. Біз тек боранның басылғанын күтеміз, деді Қали. Тезірек кіріңіздер, үйді суытасыздар деп қария оларды қырылдаған даусымен үйге кіруге асықтырды. Олардың артынан есіктің құлпы жабылды. Шағын ғана үй, бөлме іші сырты ашық шаммен жарықтандырылды. Бөлменің жартысын үлкен қазақы пеш алып жатты. Терезенің жанында ұзын үстел тұрды, оның үстіне тозған, өрнегі бар дастархан жабылған, екі жағында екі орындық тұрды. Бөлмеде тағы бір биік темір кереует бар екен. Үй ішінде одан басқа ештеңе болған жоқ. Тәпішке орнына киіңіздер, деп қария пештің жанында тұрған қонышы кесілген пималарды көрсетті. Кариманың аяғы оларға батып кетті, бірақ жылулықты жезіп бақыттан көзін жұмды. Ол бөлме ішін қарап үстелге қарай жүрді. Шамның астында оның түрі бозғылт болып көрініп, көзінің астылары қарайып тұрды. Қали әйелінен көзін алып, оларды манадан бері пештің ар жағынан бақылап тұрған қарияны көрді.
Сіз мұнда жалғыз тұрасыз ба? Көрші үйлерде жарық жоқ, деді ол. Сол кезде қария бірден қолына шайнекті алып, оларға қарай келді. Қарттар қайтыс болды, ал жастар қалаға көшіп кетті, деп қария жалдарып жауап берді. Ал бұл жерден қала алыс па? Деп сұрады Қали. Сіздер қалаға бара жатырсыздар ма? Сіз қалаға баратын жолдың бұрылысын жіберіп алған сияқтысыз, басқа жерден бұрылғансыз ғой. Осы жерден қалаға жол жоқ. Қайта трассаға оралу керек. Сіздер көлікпен жүрсіздер ме? Мен қозғалтқыштың даусын естіген жоқпын. Қарттың дауысы айтарлықтай дірілдеп шықты. Олар үлкен ақ кружкалардан дәмді шай ішті. Жылу денеге тез тарады, бір кезде көздері жұмыла бастады. Қалиға ұйқысын ашу қиынға соқты. Қане, сіздер кішкене ұйықтап дем алып алыңыздар. Мен пештің жанына жата саламын, сіздер кереуетке жатыңыздар. Ауыстыратын басқа төсек орын жоқ, сондықтан жиіркенбей киімшең жата беріңіздер. Бұрынғыдай әйелім болмаған соң тазалыққа қарайтын шама жоқ. Таңға жуық үйде суып кетеді, босқа тоңып қаласыздар. Қатты шаршағандары сонша, ештеңеге қарайтын шамалары жоқ. Төсек өте ыңғайсыз болды. Кереуеттің серіппелері қозғалған сайын қатты сықырлайды. Көрпеден түтіннің иісі мен басқа адамның иісін сезді. Карима көрпені бетінен ысырып Қалиға қарай жақындады. Қария жарықты сөндіріп пештің жанына төсек салып жатты. Қалидың құлағына әйелі қорқып, сыбырлап бірдеңелерді айта бастағанда, оның көзі ілініп ұйықтап бара жатқан еді. Қали, ояншы, біздің қасымызда біреу жүр. Сен естіп тұрсың ба? Ол ұйқысын қимай, оянғысы келмеді. Бірақ еден тақтайларының өте жақын жерден сықырлағанын естіп, басын бірден көтерді. Бөлме қараңғы болды, тек пеш тұсына даланың жарығы түсіп тұрды. Ол ештеңе байқамағасын бірден жастыққа басын қойып ұйықтағысы келді. Бірақ еденнің сықырлаған даусын қайтадан естіді. Бір кезде бетінің жанынан біреу бір нәрсені желпегенін сезді. Қали көзін қаттырақ ашты, бірақ бөлме іші қараңғы болған соң ештеңе көрмеді. Карима қорыққаннан күйеуіне қаттырақ жабысып, тіпті деп алуға қорықты. Қорықпай, ұйықтай ғой. Үй ескі, қатты жел болған соң сықырлаған шығар. Мүмкін үйде мысық жүрген шығар. Деп өзі де жастыққа басын қойып, көзін жұмып бірден ұйықтап кетті. Қали қырау басқан терезеден таң ата бастағанын байқап, оянды. Карима ол кезде әлі ұйықтап жатты. Ол өздерінің қайда екенін және неге киімшең ұйықтап жатқандарын бірден есіне түсірді. Енді далада қатты жел соғып тұрған жоқ. Есіктің сықырлап ашылғанын естіді. Қарт адам үйге отын алып кірді. Ояндыңыздар ма? Мен қазір пешті жағып жіберейін, содан соң таңғы ас ішіп алған соң сіздің көлігіңізге бар көмектесіп жіберейін, деді ол ақырын. Карима бұл дауысты естіп бұрылып көзін ашты. Оятып жібергенім үшін кешірім сұраймын, деп ағаш ұстаған қария пештің артына жасырынды. Карима төсекте отырып керіліп алды. Дәретхана сыртта шығар, иә? Деп сұрады ол өзін екі қолымен құшақтап. Бөлме іші салқын болды. Мен пешті ертерек жағар едім, сендерге тарсылдатып ұйқы бермеймін бе деп ойладым. Бірақ ештеңе етпейді, үй кішкентай, қазір тез жылынады. Анау қарама қарсы тұрған дәретхана есігі, мына жерге қолыңызды жуасыз деп пештің жанын көрсеткен қарияның ақырын шыққан даусы естілді. Таңғы ас кезінде қариядан мысығыңыз бар ма деп сұрады. Мысық? Қандай мысық? Деп ол таң қалды. Мен түнде жатар алдында үйде тағы да біреудің жүрген аяғының дыбысын естідім. Қали көзін қариядан әйелі Каримаға аударды. Менің мысығым жоқ, деп қария үнсіз қалды. Әйелім осыдан 2 жыл бұрын қайтыс болды. Оған қатты суық тиді. Сауығып кетеді деп ойладым, бірақ жағдайы нашарлай бастады. Содан көрші әйелге оған қарай тұруын өтініп, өзім қалаға бардым. Мына жерден тіке барсаң қатты алыс емес. Жедел жәрдем келіп, оны қалаға алып кетті. Ауруы асқынып кеткен болуы керек. Ауруханада қайтыс болды. Қайтыс болған түні ол маған үйге келді. Мен оның бейнесін қазір сендерді көріп отырғаным сияқты көрдім. Содан кейін ол тағы да келіп жүрді, бірақ кейін оның бейнесін көрмедім, тек сездім. Ол бүгін де келген шығар, деді.
Қали қарт адамға сенімсіздікпен қарап, мүмкін ол әзілдеп отырған шығар деп, оның түріне мұқият қарауға тырысты. Сіздер мені есінен ауысқан деп ойлайтын шығарсыздар, деді қария Қалидың көзқарасын байқап. Әйелім екеуміз 50 жылдан астам уақыт бірге тұрдық. Ол кейде маған осылай келеді. Карима мен Қали бір-біріне қарады. Сіздер әлі жассыздар, көп жылдар бойы бірге тұрғаннан кейін жалғыз қалудың не екенін әлі түсінбейсіздер. Қызым мені қалаға өзінің қасына алып кеткісі келеді. Бірақ мен бұл жерден қалай кетемін? Ол маған келгенде мен үйде жоқ болсам, деп қария байыпты сөйлеп өз алдындағы қабырғаға қарады. Менің айтқаныма сенбейтін шығарсыздар. Иә, кейде мен де өзімді есінен адасқан адам сияқты сезінемін. Бірақ сонда да мен оны әр кеш сайын күтемін. Ал сіздерді осындай қарлы боранға қарамай жолға шығуға не мәжбүр етті? Деп қария әңгіменің ауанын басқа жаққа бұрды. Біз менің құрбымның тойына бара жатқан едік. Үйден шыққанда күн ашық еді. Кейін боран басталып кетіп, біз жолдан адасып қалдық. Алыстан жарық жанып тұрғанын көріп, сіздің үйге келдік. Бізді үйіңізге кіргізіп, бір түнеп шығуға рұқсат бергеніңіз үшін рахмет. Деп Карима қарияға қарап күлімсіреді. Таңғы астан кейін үшеуі де сыртқа шықты. Шағын ауылдың үйлері қар астында қалған. Олардың біреуінің үйінің мұржасынан ғана түтін шығып жатты. Одан басқа айналада тіршіліктің бірде-бір із жоқ. Қоршаудың ар жағынан қар басып қалған Тойота көліктері көрінді. Аспан сұр түске еніп, қайтадан қар жауғалы тұрған сияқты көрінді. Қали мен қарт адам көліктің айналасындағы қар үйінділер мен жолдың бір бөлігін ашып тазартты. Сіздер ана орманға қарай абайлап жүріңіздер. Егер кептеліп қалсаңыздар, тартып шығаратын ешкім жоқ. Трассаға шыққан соң оңға бұрылыңыз. Кейін қалаға бұрылатын жолдың өз белгісі болады. Оны байқамай өтіп кету мүмкін емес. Егер жол түсіп осы жаққа қайтып келетін болсаңыздар, қиын болмаса, маған нан мен қант алып келсеңіздер, жақсы болушы еді. Деді қария көзін сәл қысыңқырап. Басқа ештеңе керек емес пе? Май, шай, шұшық дегендей? Деп сұрады Қали. Жоқ, басқа ештеңе керек емес. Күйеу балам маған айына бір рет азық-түлік әкеліп береді. Ал Құдай жолдарыңды оңғарсын. Деп қария бетін сипап оларға ақ жол тіледі. Содан соң олар көлікке отырғанша қарап тұрды. Біз ол қарияның есімін де білмейміз, деді Карима ойланып отырып. Қали әйнекті төмен түсіріп қарияға айқайлады. Сіздің атыңыз кім? Егер тағы келгенде маған соқпасаңдар, мен ренжімеймін. Болды, енді кеш болмай тұрғанда барыңдар енді, деп қария қолын бұлғады. Ол көлбеу қоршаудың жанында тұрып, олар біраз жерге жеткенше ұзақ қарап тұрды. Мұның бәрі біртүрлі. Менің әжем қайтыс болғанда, ол тіпті менің түсіме де кірген жоқ, деді Карима ауыл біршама артта қалған кезде. Мен өлген соң, мен де саған келіп, сенің сүйіктілеріңді қорқытатын боламын. Деп Қали Кариманың алдына қолын қойды. Ақымақ, деп Карима шошып кетті. Мен ештеңе көрмедім, бірақ түнде үйде түсініксіз бір нәрсе болды, деді Қали қар басқан жолға қарап. 3 күннен кейін олар қайтып оралды. Артқы орындықта 2 бөлке нан, тоқаштар және 1 килограмм қант салынған сөмке болды. Бірақ олар қанша жүрсе де, жолдан ол ауыл кездескен жоқ. Біз тағы да басқа жаққа бұрылып кеттік пе? Бұл жақта ешқандай ауыл жоқ. Алдымен түнде қала жоғалды, ал бүгін түстен кейін ауыл жоғалды. Мұнда өзі не болып жатыр? Қали көлікті бұрып қайта артқа қарай жүрді. Келесі бұрылыста машина тозығы жеткен бір лагердің темір қоршауына келіп тірелді. Қызық екен, біз жолдан өтіп бара жатқанда ауылды көрмей қалуымыз мүмкін емес. Қали орман ішіндегі биік қоршаудың артындағы есік терезелері жоқ үйлерді көріп таң қалды. Тезірек бұл жерден кетейікші, деді Карима ақырын сыбырлап. Маған бұл жер біртүрлі ұнамай тұр. Лагер қирап, қақпа жабылып қалған, көлік доңғалақтарының жаңа іздері де бар. Қали көлікті қақпаның алдынан бұрып, олар қайта трассаға шықты. Карима жол бойындағы ағаштардың арасына қарап отырды. Бірақ көлік өтетіндей ашық жол байқамады. Мүмкін біздің түсімізге кірген шығар, деп сұрап, ол күйеуіне қарады. Мүмкін шынымен де солай болған шығар, деп жолдан көзін алмай Қали оның сөзін растады. Карима күртесінің жағасын жоғары көтеріп, мұрнын ішіне тығып алды.
Бұл туралы біреулерге айтсақ, ешкім сенбейді ғой. Деп ол күлді. Сонда қалай сен екеуміз бірдей түс көрдік пе? Солай бола ма екен? Содан соң ол қария тірі адам болды ғой. Ал киімімізде оның үйінің иісі де қалды. Біз бұл туралы ешкімге айтпаймыз. Нандарды кесіп қатырып қытырлақ нан қылып жейміз. Ал бұл қант бізге бірнеше айға жетеді. Қали басын бұрып Кариманы жігерлендіріп күлді. Біз жай ғана боранда сенің құрбыңның тойына бара жатқанда адасып кеттік, содан соң көлікте ұйықтап қалып түс көрдік. Деп Қали үнсіз ойланып кетті. Менің ойымша қария мен оның елес әйеліне артық куәгерлер қажет емес. Сондықтан олар бізден жасырынып қалды. Соңы